Армысыздар, құрметті отандастар. Біз бүгін Шымған деген жерде серуендеп жүрміз. Қазір мынау алдымыздағы кішігірім тауларға канатпен көтерілетін боламыз. Қараңыздар, қандай әдемі жерлер. Сондай керемет табиғат аясында серуендеп жүрген жағдайымыз бар. Күн салқын, ыстық емес. Салқын таудың ауасы ұрып тұр. Бұл Шымған деген, егер қателеспесем, Ташкенттен бір 30-40 шақырым жерде орналасқан. Бұл жерде өзіміздің отандастарымыз өте көп. Қаңлылар, сіргелілер, басқа да рулар өте көп бұл жерде. Ежелден қазақтар мекендеп келе жатқан сондай әдемі сұлу жерлер. Қазір Ташкент облысына қарайды, егер қателеспесем. Міне қазір канатпен жоғары қарай көтерілетін боламыз, ағайындар. Міне, құрметті ағайындар, Шымған тауының басынан Шарбақ көліне қарай көрініс. Анау алдағы көріп тұрған таулардың ар жағы Түркістан облысы, Қазақстан. Қазақтар мекендейтін көркем жерлерден видео. Мына жақта Шарбақ көлі.